Армысыздар, эфирде Дулати Ньюс, студияда мен Альфия Сарыбай. Университетімізде ұлы шығыс ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арналған Әл-Фараби философиясы және қазіргі философия тақырыбы аясында ғылыми-практикалық семинар өтті. Аталмыш шараны заң факультетінің философия және политология кафедрасы ұйымдастырды. Ұлы ойшыл ғалымның есімі тек философтар мен тарихшыларға ғана емес, көпшілікке мәлім. Қатысушылар ойшыл ғылымның өмір баянымен қатар оның әртүрлі саладағы зерттеу жұмыстарымен және этикалық ілімдермен бөлісті. Шығыс ойшылы Әл-Фараби өзінің өскелең ұрпаққа ұмытылмас шығармашылық мұрасын қалдырды. Спикерлер бұл туралы өз баяндамаларында атап өтті. Мысал келтірер болсақ, Тараз мемлекеттік университетінде Қазақстан халқының ассамблеясы кафедрасының философиялық кандидаты доцент Парида Мамедованың айтуынша, ұлы ойшылдың өскелең ұрпаққа қалдырған мәдени мұрасының тәрбиелік мәні зор. Адам қоғам ұйымдасқан және үйлесімді болу керек. Жақсы қоғам үшін адамзаттың ізгілікті болуы маңызды. Қайырымды қаладан басқа Әл-Фарабидің құлаған, жоғалған адамдар өмірінің мағынасын жоғалтқан және иллюзиялық мақсаттарға ұмтылған надан қалаларға да жіктеме береді. Бұл идея қазіргі заман үшін өте маңызды және өзекті. Өйткені біз бүгінгі ақылды қалаларды құруға тырысамыз. Ақылды қаланы Әл-Фарабидің қаласымен теңестіруге бола ма? Әрине мүмкін. Өйткені Әл-Фарабидің ізгі қаласы білімге негізделген. Альфия Сарыбай, Санат Сайлаубаев, Дулати Ньюс. Дулати университетінде латын тілінен 2 апталық біліктілікті жоғарылату курсы өтті. Курсқа 200 университет оқытушылар тіркеліп, әр сабақ беретін оқытушыларға бөлінді. Бұқаралық ақпарат деректеріне сүйенсек, бүгінде әлемнің 70% елдері латын жазу арқылы білім меңгеріп, ғылыми зерттеулермен танысуда. Бұл дегеніміз білім, ғылым, саясат пен техника, мәдениет пен өнер, спорт тағы басқа қатысты жазбаша ақпараттардың барлығы дерлік латын графикасымен беріледі. Қоғамдық өмірдегі жаңалықтардың басым бөлігі осы графиканың негізінде таралады дегенді білдіреді. Демек, латын әліпбиінің біздің отанымыздың әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылу талабының орындалу жолында маңызды рөл атқарары сөзсіз. Осы латын негізді қазақ графикасына көшу үдерісі Дулати университетінде де қарқынды даму үстінде. Оқу барысында оқытушыларға латын негізді қазақ әліпбиін және емле ережесін теориялық және практикалық тұрғыдан жүргізілді. Курс соңында әр курсқа қатысушылардан бақылау қабылданып, уақытқа оқып және диктант жазылды. Альфия Сарыбай, Санат Сайлаубаев, Дулати Ньюс. Бүгінгі апта жаңалықтар легі осымен тәмам. Амандықта жүздескенше.